Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы істі кейінге қалдыру әдетінен арылу жолдары. Миымыз кез келген істің нәтижесін бірден көруге, дереу рахаттануға бейім. Һәм соған үйренген. Мысалы, қарнымыз ашқанда немесе шөлдегенде су ішуді, тамақтануды кейінге қалдырмай бірден жүзеге асырамыз. Өйткені бұлай жасағанда тұла бойымыз бірден рахатқа бөленеді. Арықтау немесе дене бітімін шынықтыру үшін спортпен айналыса бастағанда көпшілік адам бірінші күні-ақ айнаның алдына барып бұлшық-еттерін ұстап қайта-қайта қарайды. Немесе таразыға тартылып қаншалық арықтағанын жиі бақылауға тырысады. Мұның бәрі адам миының тез арада нәтиже көруге ұмтылысының көрінісі. Ал керісінше нәтижесі бірден болмайтын істі кейінге қалдыруға бейім тұрады. Сондықтан жалқаулығын жеңе алмай жүрген жандар нәтижесі бірден болмайтын үлкен істерді шағын бөлімдерге жіктеп, орындалатын уақыты мен меже ретінде белгілеп қойғаны дұрыс. Сонда ми нәтижеге жету үшін жоспарланған жұмысты кейінге қалдырмай бірден жасауға итермелемейтін болады. Мысалы, күніне 5 рет кітап оқу, айына 2 келі салмақ тастау секілді кішкентай мақсаттарды межелеп алған жөн. Бір істі жасайтын кезде ми бірден сол істің ең күрделі, қиын жағын ойлайды. Сосын оны жасамаудың жолын іздейді. Әлеуметтік желі секілді жеңіл-желпі нәрселерді ақтарып, мәнсіз видео қарап, парақшаларды шарлай бастайды. Ал ниеттенген істі бастауға айрықша ынта, шалқыған шабыт, қазіргі тілмен айтсақ, арнайы мотивация қажеттігін ойлап, үнемі кейінге ысыра береді. Мұндай кезде істің қиындығына мән бермей бірден бастап жіберу керек. Ынта кейін өзі-ақ пайда болады. Мысалы, таңертең жүгіруге ниеттендіңіз. Киім киіңізде далаға шығыңыз. Сіз далаға шығу арқылы жүгіруді бастадыңыз деген сөз. Таңертең немесе кешке кітап оқуды жоспарладыңыз делік. Бірақ кітап оқуға жалқаулығыңыз жар бермей тұр. Еш нәрсеге қарамай қолыңызға кітапты алыңыз да парақтай бастаңыз. Мазмұнына көз жүгіртіңіз. Әрі қарай бәрі оңай. Дәл осы әдіспен мақала жазыңыз. Орныңыздан тұрыңыз да компьютеріңізді қосыңыз. Бар болғаны осы. Әрі қарай саусақтарыңыз өзі-ақ қимылдай бастайды. Қазір сіз оқып отырған қолыңыздағы кітаптың осы беттерін жазарда менің де еріншегім ұстап отыр еді. Үстелдің басына отырып компьютерді қосып едім, жалқаулығым дереу қашып кетті. Әрекет бар жерде берекет бар деп бекер айтылмаған. Оталмай тұрған көлікті итергенде оның бастапқы кездегі орнынан қозғауы ғана қиын. Бір қозғалған көліктің жүруі оңай. Кез келген жұмыстың басталуы ол істің жартылай тіпті 80% біткендігімен пара-пар. Қазақтың шешінген судан тайынбас деген тәмсілі орны осыны меңзесе керек. Себебі адам миы басталған жұмысты ұмыта алмайды. Оны бітіргенге дейін көңіл бейбақ байыз таппайды. Мысалы, көріп отырған фильміңіз бір себеппен үзіліп қалса, оны уақыт тауып аяғына дейін көруге тырысасыз. Басталып, аяқталмаған істің адам миында жақсырақ сақталатындығы жайлы Блюма Вульфовна Зейгарник деген ғалым дәлелдеген. Бұны психологияда Зейгарниктің эффектісі дейді. Кейде іс еш мінсіз аса керемет дәрежеде болуы керек деген максималистік психология оны кейінге қалдыруға себеп. Біз істің кереметін күтіп жүргенде уақыт зулап өтіп кетеді де, ол сол күйі өзгеріссіз қалады. Әсілінде адам баласы жасаған іс бірден кемел болып кетпейді. Қазақта көш жүре түзеледі деген жақсы сөз бар. Бұл өмірдің де, адам табиғатының да заңдылығы. Әлемде жетістікке жеткен тұлғалар өмірін зерттегенде, олардың қайсысы да жетістікке бірден қол жеткізбегенін аңғарамыз. Forbes-тың 20 жылғы рейтингі бойынша әлемнің ең қымбат бренді саналатын Apple компаниясының негізін қалаушы Стив Джобс алғашқы кәсібін шағын гаражда бастағаны мәлім. Сондай-ақ қандай да бір нәрсені жасау үшін тамаша көңіл-күй немесе шабыт іздейміз. Оны күтіп жүргенде жылдар сырғып өтіп жатады. Адам көңілі іс жасағанда көтеріледі. Әрекетке бастағанда шабыттанады. Ендеше көңіл көтерілгенін күтпестен мақсатыңа қарай жылжы. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма.
Кейде идеалды жоспармен мінсіз ұйымдастыруды елестетеміз де ниеттенген жұмысымызды ойдағыдай атқара алмай қалсақ қолды бір сілтеп босаңсып тізгінді жібере саламыз. Жайбарақаттыққа салынып кетеміз. Бұл қате. Ойдағының біреуі болмай қалды деп қалған істі бүтіндей тастай салуға, уыстан түгелдей шығаруға болмайды. Қандай да бір істің тек кемелдігін эмоциялық тұрғыдан ең күшті күйіңді күтпей мүмкіндігінше жасай беру керек. Нәпсі бізге ешқашан жата бер, ұйықта, мына істі жасама деп бұйрық бермейді. Көбінесе 5 минут жата тұр, біраздан кейін баста деген секілді ұсақ ойлар арқылы шырмайды. Бойдағы жалқаулық осындай сөздерден кейін істі кейінге шекере береді. 5 минут жата тұрайын деген кісі бірнеше сағат ұйықтап қалады. Аздан кейін істі бастаймын деген адам көп уақытын босқа өткізіп алады. Мұндайдан сақтану үшін 5 санын кері қарай санап 0 дегенді істі бастап жіберу керек. Өйткені 0-ден кейін басқа сан жоқ. Адам еріксіз әрекетке барады. Ойлаған ісіңді уақытында жасамай кейінге ыстырған жағдайда ол іс миыңыздың бір шетінде сақталып тұра береді. Жасауым керек еді деген ойлар жиналып қалған қоқыс секілді сені үздіксіз мазалап тұрады. Ойың жасалмай қалған іске үнемі бөліне бергендіктен өзіңе көңілің толмай жеңілген адамның күйін кешесің. Кейінге қалдырылған жұмыстар басқа істерді ынта қойып беріліп жасауға кедергі келтіріп, ойыңды күш-жігеріңді шашыратып жібереді. Бірінен кейін бірі ашылып қайта жабылмай қалған бағдарламалар мен парақшалар қалтафонның қуатын қалай азайтатын болса, кейінге қалдырған істер де сенің ішкі қуатыңды солай кемітеді. Сондықтан ниеттенген жұмысты бірден жаса, кейінге қалдырма. Кейінге қалдырылған істер жиылып тау болады да, бәрін жинап бірден жасауға күшің де ерік-жігеріңде жетпейді. Көбіне қандай да бір істі жасауға зауқың соқпауының астарында жалқаулықтан бұрын ішкі энергияның жетіспеушілігі жатады. Сондықтан сауатты тамақтанып, дұрыс тынығуға мән беріңіз. Әсіресе тыңқия тойып алған кезде бойдағы бар энергия ас қорытуға жұмсалатындықтан көзіңізге ұйқы тығылып, әрекет жасауға ерінесіз. Ұйқыңыз қанбай қалса да солай. Сондай-ақ денсаулыққа мән беріңіз. Денсаулық сыр берген жағдайда бойдағы қуатыңыз әлсіреп, өнімділігіңіз төмендей бастайды. Кем дегенде 6 айда, ең болмаса жылына бір рет толық анализ тапсырып, дәрігерлік қадағалаудан өтіңіз. Ағзаңызға қажетті дәрумендер пайдаланыңыз. Қандай да бір ауру пайда болса, арнайы уақыт бөліп сауатты емделуге тырысыңыз. Денсаулыққа атүсті қарамаңыз. Менің мойнымда остеохондроз сырқаты бар болатын. Жанға батып ауыртпаған соң аса мән бере қойған жоқ едім. Бірнеше рет арнайы массаж дене қабылдадым. Мануалистерге, сынықшыларға бардым. Бірақ бәрінің емі ауруымды құлан таза айықтырып жазып жібере алмады. Уақытша жақсартады да көп өтпей қайтадан мазалай бастайды. Осылай жылдар өтіп, көп өтпей қайтадан мазалай бастайды. Кітап оқуға бұрынғыдай зауқым жоқ. 20 минут оқысам болды, мойным ауырып, желкем құрысып қала береді. Еңбек өнімділігім күрт азайып кетті. Өзімді еріншек жалқау адамдай сезініп, көңілім күпті болып жүрді. Кейіннен денсаулығыма уақыт бөлудің қажеттігін түсініп ұзақ уақыт сауатты емделуге тырыстым. Күнделікті арнайы жаттығу жасауды әдетке айналдырдым. Денсаулығым біршама түзелді. Аллаға шүкір, бұрынғыдай кері тартатын энергия тапшылығы кедергісінен арылдым.